Ұлтты күйретудің екі жолы бар. Бірі соғыс, екіншісі қарызға батыру. ақш-тың екінші президенті Джон Адамс шамамен 2 ғасыр бұрын айтқан осы сөздер әлі күнге дейін өзектілігін жоғалтпаған. Нақтырақ айтқанда, бұл қағидалар америкалық саясаткерлер тарапынан іс жүзінде қолданылып келе жатыр. Америкалық экономист әрі жазушы Джон Перкинс «Экономикалық киллердің мойындауы» атты кітабында былай деп жазады. Алдымен олар нысанаға алынған елге экономикалық соққы береді. Үкіметтерді өз жолынан тайдыру үшін кейіннен сол елдерді тәуелді ететін ұсыныстар әзірленеді. Егер бұл тәсілдер нәтиже бермесе, арнайы агенттер жіберіледі. Олар ұлт арасында іріткі салып, билікті құлатуға немесе жоюға әрекет жасайды. Кейін олардың орнына өз дегеніне жүретін басшылар келеді. Және бәрі олардың дегеніндей жүйеге түседі. Жаңа келгендер талаптарға бағынбаса өздерінің қандай жағдайға тап болатынын жақсы түсінеді. Перкинстің пікірінше, америкалық ықпалды бизнес топтары кейбір елдерде мақсаттарына жете алмаса да, Сауд Арабиясы сияқты елдерде белгілі бір деңгейде табысқа жеткен. Бұл жағдайдың бір көрінісі ретінде қазіргі таңда Иран тарапынан нысанаға алынып жатқан Сауд Арабиясындағы америкалық әскери базаларды айтуға болады. Сонда сұрақ туындайды, исламға қарсы көзқарастары бар деп жиі сыналатын америкалықтар мұсылмандар үшін қасиетті саналатын аймақта қалайша орнығып алды? Бұл сұраққа жауап негізінен геосаясатпен байланысты. ақш пен Сауд Арабиясы арасындағы байланыс ең алдымен мұнай, қауіпсіздік және аймақтық тұрақтылық мәселелеріне негізделген. Сауд Арабиясы әлемдегі ең ірі мұнай өндірушілердің бірі, ал ақш үшін бұл стратегиялық маңызды ресурс. Сондықтан ақш бұл аймақта әскери және саяси ықпалын сақтауға тырысады. Ал Сауд Арабиясы өз қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ақш пен одақтастықты қолдайды. Қазіргі кезде бұл аймақтардың өткеніне, әсіресе 1930 жылдарға көз жүгіртсек, таяу шығыста жергілікті халықтың жағдайы аса жоғары болмағанын көреміз. Аймақ әлі де Еуропа империяларының бақылауында еді. Алайда өңірдің астында ірі мұнай қорлары бар деген болжам пайда болғаннан кейін жағдай түбегейлі өзгерді. Калифорниядағы мұнай компаниялары өз назарын араб түбегінің шексіз шөлдеріне аудара бастады. Ислам әлемінің қасиетті қалалары Мекке мен Мәдина орналасқан Сауд Арабия тек саяси ғана емес, сонымен қатар діни орталық ретінде де маңызды еді. Сондықтан ел сыртқы әлемнен, әсіресе батыс елдермен байланыс орнатуға өте сақ болды. Саудиялықтарда Иран сияқты Америка үлкен шайтан деген көзқарас қалыптасқан болатын. Осыған қарамастан америкалық инженерлер мен геологтар араб түбегіне бірден кіре қойған жоқ. Бірақ америкалықтардың көзқарасы басқа еді. Олар үшін ақша көптеген мәселелерді шешеді деп есептелді. Бір қатар келіссөздерден кейін Саудия королі америкалық компанияларға өңірде жұмыс істеуге рұқсат берді. Америкалықтар шамамен 1 миллион шаршы километр аумақта мұнай іздеуге мүмкіндік алды. 1938 жылдың 3 наурызында америкалық мұнайшылар үшін үлкен жаңалық болды. Әрі мұнай қоры табылды. Қара алтынның иісін сезген көптеген америкалық компаниялар бұл мүмкіндікті пайдаланып, араб шөліне қоныс аудара бастады. Олар отбасыларымен бірге осы аймаққа көшіп келді. Шөлдің ортасында салынған өндірістік нысандардың айналасында тез арада заманауи тұрғын аймақтар пайда болды. Бұл қалашықтар Сауд Арабиясының дәл ортасында орналасқан америкалық елді мекендерге ұқсайтын. Онда спирттік ішімдіктер, ашық өмір салты, қолында темекі, көлікте еркін жүрген әйелдер сияқты көріністер кездесетін. Ол кезде мұндай өмір салты Сауд Арабия қоғамында қатаң сынға алынатын. Сондықтан жергілікті халық үшін бұл көріністер таңсық әрі қолайсыз болып көрінді. Саудиялықтар өздерінің ішкі мәдениетімен тұтасқан дербес бір арал секілді қоғам қалыптастырған еді. Бірақ қарапайым мұсылмандардың барлық наразылығына қарамастан мұнай ағыны тоқтаусыз жалғаса берді. Көп ұзамай ақш үкіметі Саудия король әулетіне тағы да ұсыныс жасады. Олар мұнай өндірілетін қалашықтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ел аумағында шағын әскери база салуды ұсынды. Америкалықтар бұл қадам мұнайды да, саудиялықтарды да өз мүдделерінде қорғау үшін қажет екенін алға тартты. Саудия басшылығы үшін бұл өте нәзік мәселе болды. Америкалықтардың мұнай өндіруі бір бөлек, ал олардың ел аумағында шетелдік әскери база құруы мүлде басқа жағдай еді. Корольдік отбасы екіұдай күйде қалды. Бір жағында діни құндылықтар мен халықтың қарсылығы, екінші жағында жаңадан табылған мұнай мен келіп тұрған орасан байлық.
Ақырында экономикалық мүдде басым түсіп, Саудия тарапы бұл ұсынысқа келісім берді, алайда олар символдық маңызы бар маңызды шарт қойды. Америка туы Саудия жеріне тікелей қадалмауы тиіс еді. Егер америкалықтар жалау ілгісі келсе, оны тек ғимарат қабырғасына немесе арнайы дуалға орналастыруға рұқсат етілді. Осылайша техникалық тұрғыдан алғанда, ту жерге тікелей қадалмаған болып есептелетін. Көп ұзамай америкалықтардың таяу шығыстағы алғашқы әскери базасы дәл осы мұнай кен орындарының маңында пайда болды. Енді мұнай өндірісі мен жаңа инфрақұрылым жобаларын жүзеге асыру үшін сенімді серіктестер қажет болды. Бұл міндет америкалықтардың сеніміне ие болған Мұхаммед бен Ладен есімді кәсіпкер негізін қалаған ірі саудиялық құрылыс компаниясына жүктелді. Мұнай орталықтарынан бастап стратегиялық инфрақұрылымдарына дейін барлық жұмыстар осы компания арқылы жүзеге асырылды. Мұхаммед осы жобалардың арқасында орасан зор байлыққа қол жеткізді. Уақыт өте келе ол 22 рет үйленіп, 54 баланың әкесі атанды. Бірақ сол кезде ешкім бұл компанияның тарихы кейіннен таяу шығыстағы ең күрделі әрі драмалық оқиғалармен тығыз байланысып кететінін елестете де алған жоқ. 1950 жылдан бастап әлем екі полюске бөлінді. Bir жағында ақш, екінші жағында оның басты қарсыласы Совет өкіметі болды. Кеңес одағы Американың таяу шығыстағы белсенділігінен қауіптеніп, көп ұзамай бұл аймақта өз ықпалын күшейте бастады. Олар жаңадан тәуелсіздік алған мемлекеттермен байланыс орнатып, әскери көмек ұсынғандай болды. Қырғи қабақ соғыстың ықпалы таяу шығысқа да жетті. Оның айқын мысалы Иран елінде байқалды. 1950 жылдардың басында Иранда демократиялық жолмен билікке келген Мұхаммед Мосаддық пайда болды. Ол ұлттық мүддені алға қойып, батыстан тәуелсіз саясат жүргізуге ұмтылды. Бұл ұстаным Ұлыбритания мен ақш-ты алаңдатты. Нәтижесінде Британия мен америкалық барлау қызметтерінің қатысуымен жүргізілген операция барысында Мосаддық биліктен шеттетілді. Оның орнына батысқа бейілі Мұхаммед Риза Пахлави келді. Пахлави өз билігін нығайту үшін батыспен тығыз одақ құрды. Иранның мұнайы қайтадан шетелдік компаниялардың бақылауына өтті. Ал ел ақш-тың аймақтағы негізгі тіректерінің біріне айналды. Алайда бұл процесте Иран халқының наразылығы арта түсті. Вашингтон мұны стратегиялық жетістік деп бағаласа да, Иран қоғамында жиналған ашу-ыза жылдар өте келе үлкен жарылысқа жақындады. Осы кезеңде Американың аймақтағы ықпалын күшейткен тағы бір маңызды оқиға орын алды. Израиль мемлекетінің құрылуы. 19 ғасырдың соңынан басталған сионистік қозғалыстардың әсерінен Еуропадан Палестинаға еврейлердің жаппай көші-қоны күшейе түсті. 1947 жылғы ақш жоспарына сәйкес, халқының басым бөлігі арабтар болған Палестина жерінің едәуір бөлігі еврейлер мемлекетіне берілді. Араб әлемі мұны батыс тарапынан жүзеге асырылған саяси әділетсіздік деп қабылдады. Бұл жағдай алғашқы ірі соғыстардың басталуына себеп болды. Израиль қоғамының елеулі бөлігі Еуропа мен Америкадан келген қаржы және технология салаларымен тығыз байланысы бар топтардан тұрды. Бұл Израиль мен батыс арасындағы экономикалық және саяси байланыстарды одан әрі нығайтты. Алайда сол кезеңде бұл жағдай араб елі үшін едәуір соққы болды. Ең ірі мұнай қорларына ие араб мемлекеттері қара алтынды геосаяси құрал ретінде қолдана бастады. Атап айтқанда 1973 жылғы Араб-Израиль соғыс кезінде мұнай өндіру көлемі күрт қысқарды. Салдарынан батыс елдерінде жанармай тапшылығы туындап, кезектер пайда болды. Экономика әлсіреп қалды. Еуропа мен Америка алғаш рет таяу шығыстағы саяси процестердің олардың өз мүдделеріне тікелей әсер ететінін түсінді. Осылайша мұнай тек энергия көзі ғана емес, халықаралық саясаттағы ең қуатты құралға айналды. 1978 жылдарға қарай Мұхаммед бен Ладен тек компанияны ғана емес, тұтас бір әулетті басқарды. Оның ұлдарының бірі жасы 20-ға таяған Усама бен Ладен айналасындағы оқиғаларды мұқият бақылап жүрді. Ол әсіресе Ирандағы тұрақсыздыққа, Израиль төңірегіндегі қақтығыстарға және ақш күштерінің аймақтағы үстемдігіне алаңдаушылықпен қарады. Исламның қасиетті орталықтары Мекке мен Мәдине орналасқан жерлерде шетелдік күштердің мұншалықты ықпал етуі оның көзқарасында қабылданбайтын жағдай еді. Бұл көзқарастар уақыт өте келе күшейіп, Усама бен Ладен таяу шығысты басып көрген барлық супер державаларға қарсы күресу керек деген сенімге келе бастады.